Егер орманда аю партада отырса, не болар еді? Қазір соны білесін. Ертегі. Ертеде орманда бір кішкентай аю өмір сүріпті. Ол балдай тәтті, бірақ сәл жалқау екен. Бір күні орманда орман мектебі ашылыпты. Қоян мұғалім, тиін кезекші, түлкі сынып старостасы болыпты. Сол күні бәрі партаға отырып жатқанда, аю да келіп партаға отыра қалыпты. Аю, партада тыныш отыр депті қоян мұғалім. Аю арқасын тізе ұстап, құлағын түріп тыңдай бастапты. Балалар, бүгін не үйренеміз деп сұрапты мұғалім. Әріптерді депті тиін. Санаймыз депті қасқыр. Ал аю ойланып тұрып, мен әдепті болуды үйренгім келеді депті. Қоян мұғалім күлімсірепті. Өте дұрыс аю, әдепті бала, ақылды бала. Сабақ кезінде аю партаны сәл қозғап, шу шығарып қойыпты. Бірақ бірден кешіріңіз деп айтыпты. Барлық аңдар таң қалыпты. Түлкі сыбырлапты. Аю бүгін қандай тәркіпті? Сабақ соңында қоян мұғалім айтыпты. Бүгін ең үлгілі оқушы аю. Аю қуанып кетіпті. Сол күннен бастап ол партададыр. Көп нәрсе үйреніпті. Содан бері аю отыр партада деген сөз тәртіпті, ақылды баланы білдіреді екен.